Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бауырдың шайын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай кептірілген сары өрік 5-6 данасы керек болады. Базардан осындай жуылмаған, сырты лакталмаған өрік алыңыздар. Пайдасы мол осы өріктің. Кептірілген өрік қуаттандырады, артық сұйықтықты кетіреді және денедегі майларды жығуға көмектеседі. Бұл кептірілген жемістер анемияның, жүрек ауруларының алдын алады және жеңілдетеді, көру қабілетін жақсартады. Екінші затымызға итмұрын керек болады. 8-10 данасын жақсылап жуып, шайып алыңыздар. Итмұрынның құрамында В, К, Р дәрумендері, тұқымында Е дәрумені, каротин, қант, сондай-ақ пектинді, бояулық заттар, органикалық қышқылдар, минералды заттар, макро-микроэлементтер болады. Қанды тазартады, өттің кетуін қалыпқа келтіреді, ісінуден құтылады, ағзаны токсиндерден тазартады. Үйде теріміз болатын болса, бір күн бұрын түнде дайындап қойып, азанда аш қарынға ішіп, кешке дейін сол теріміздегі шайды тосып қоюға болады. Енді бізге бір ас қасық жүгері шашағы керек болады. Әйелдердегі гинекологиялық аурулардан айықтырады, балаларының ішіндегі құрттарды жояды. Бауырға, бүйрекке, циститке, өтке, ұйқы без, гастрит, анемияға ем бұл жүгері шашағы. Келесі зат бізге науат қажет болады. Егер сізде аллергия болса науатқа, салмаңыз. Науаттың пайдасы іш ауырғанда, суық тигенде, тамақ ауырғанда, қатты шаршағанда пайдасы жақсы екен. Дәміне қарай бал қоссаңыз да болады. Егер сізде балға аллергияңыз болса, мүлдем қоспаңыз. Бұл шай бауырды тазалайды, беттегі дақты кетіреді, пайдасы мол, зор шай. Бір ай күнде азанда аш қарынға бір кеседен ішіңіз. Күндікке 2-3 сағат сайын аз-аздан ішіп бітіреміз. Бір теріміздегі шайды. Өте қол жетімді, пайдасы мол, көп ауруға ем шай. Ерінбей дайындап ішіп көріңіз, кейін рахметін комментарийға жазыңыз. Ем болсын сізге.